Өмірде жолы болмай жүрген көп әйелдердің айтуға өте оңай, бірақ салмағы өте ауыр сылтауы менің қайынбикем, қайынсіңлерім күн бермеді деген сылтауы. Қазақта қыз тілеулес деген ұғым бар. Оны сол келіндер өзінің бауырларына, төркіндеріне деген көзқарастар арқылы байқауға болады. Қандай қыз болса да менің бауырларым жақсы болса екен, қатарларынан қалмаса екен деп, бауырлары қуанса қуанып, қиналса қолынан келгенше көмек беріп, ал жоқ болса тілеуін тілеп отырады. Жай күнде төркініне қыдырып барғанның өзінде осы еге менің пайдам тисе екен деп, үйінің бәрін жуып шайып тазалап, ал тойда осы бауырларым менің ағайын туыстың жекжаттың арасында абыройлары түспесе екен деп жан салып қызмет етіп кетеді. Қыздардың осындай әрекеттеріне іштарлықпен қарайтын сол үйдің кейбір келіндері біріншіден бірлігі жарасқан бауырлардың бір-біріне деген мейірімділігін қызғанып, екіншіден менің билігім жүрмей қалды деп, сол бауырларды бір-бірінен ажырату үшін өзі ойына 1040 өтірігін құрастырып, сол өтірігін күйеуіне жеткізеді. Әйеліне сенген күйеуі өзінің туған әпке қарындасына сендер өз жөндеріңмен келіп кетіңдер, қыз басқарған көш оңбас деп, бірге туылғалы бір қазаннан тамақ жеп қаншама тәтті күндерді, қаншама қиын күндерді бірге өткізген бауырының жүрегіне қанжар салады. Ал шын мәнінде әйел басқарған көш оңбас деген бұл төркінінде барлығы жақсы болсын деп қызмет жасаған қыздарға емес, орта жолдан қосылып, күйеуін меншіктеп, билігін жүргізіп, сол шаңырақтың быт-шытын шығарған әйелдерге айтылған. Қыздың ештеңесі кетпейді, қыз қанша ренжісе де жамандықтан қорқып, үнсіз жылайды. Бірақ сол көз жас өте ауыр болады. Қызды жамандап, бауырларды бір-бірінен ажыратқан күн өз тағдырына тас лақтырған күн екенін білуі керек әйелдер.